Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті қыздар. Бүгін сіздермен үй жағдайында испанский чизкейк дайындап үйренетін боламыз. Құрамы қолжетімді, жасалуы өте оңай, ерекше дәмді чизкейктердің бірі. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Құрамына керек заттарымыз: сливки, жұмыртқа, крем-чиз, лимон сығындысы, қант және де жүгері крахмалы. Крем-чиздің үстіне қантымызды қосып, жақсылап бір қалыпқа енгенше араластырып аламыз. Миксердің көмегімен араластырғандарыңыз дұрыс, бірақ көп араластыруға болмайды, себебі чизкейгіміз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Шамалы қанты еріп, массамыз бір қалыпқа енгенше араластырамыз. Одан соң осылай жұмыртқаларымызды біртіндеп кезек-кезегімен салып, барлығын толық араластырып, сұйық масса шыққанша араластырамыз. Мен Калихтың крем-чизін таңдадым. Кез келген крем-чизді таңдасаңыздар болады. 69%-тен жоғары 69% крем-чиздер жарай береді. Одан соң осылай шетіндегі қалдықтарын барлығын бір жерге жинап, төменнен жоғары қарата бір араластырып аламыз. Үстінен сливкиімізді құямыз. Мен 33% сливкиді қолдандым және лимон сығындысын қосып, барлығын бір араластырып аламыз. Негізінде 30-33% сливки жарайды, дүкеннің төмен сливкилері болмайды. Одан соң жүгері крахмалын қосамыз. Ал егерде жүгері крахмалы болмаған жағдайда ұн қолдансаңыздар да болады. Шамамен үлкен қасықпен 1-2 қасық ұн қоссаңыздар да болады. Біздің массамыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай қатты сұйық та емес, қою да емес, орташа өз қалпын ұстайтындай болды. Енді массамызды төменнен жоғары қарата етіп, осылай қозғап аламыз. Арасындағы ауасы шығып, өз қалпын ұстайтын болады. Одан соң табамызға салып құямыз. Кез келген таба жарай беретін болады. Осылай чизкейгіміз көтерілетін болғандықтан шетін фольгамен орап және пергамент қағазын қолдандым. Массамызды шамамен 180-200 градусқа пешке 45 минутқа қойып пісіріп алдым. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өздеріңіз өлшеп қоясыздар. Біздің чизкейгіміз дайын болды. Өзі беті осылай күйіп пісетін болады. Чизкейгіміз дайын болғаннан кейін қалпынан босатпай 1-2 сағаттай суығанша ұстайтын боламыз. Суығаннан кейін холодильникке 2 сағаттай қойып аламыз. Чизкейгіміздің арасы осылай толық пісіп, беті күйіңкіреп пісетін болады. Ерекше дәмді, ауызда қалатындай чизкейктердің бірі. Әсемдік үшін осылай шоколад құйып, үстінен ұнтақталған вафлиларды сеуіп шықтым. Ерекше дәмді чизкейктердің бірі. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.